Ya Allah Tağalam, sen pəksən, maqtaulısın, senin есімің берекелі, senin dağın жоғары, сенен өзге тәңір жоқ. Ya Allah Tağalam, Peygamberimiz Aleyhisselam özünden тілегендей. Rabbimiz бізді күнәлардан сақтайтын, өзіңнен деген қорқыныштан қажетті үлес берші. Ya Allah Tağalam, бізді жәннәтіңе қарай жеткізетін, бойұсынудан қажетті үлес берші. Ya Allah Tağalam, осы дүниедегі болып жатқан ауыртпашылықтарды, қиыншылықтарды оңай көтеріп кететіндей шәксіз иман берші. Ya Allah Tağalam, өзің бізге берген бойымыздағы қуат, есту, көру, сезімдеріміздің барлығын өзіңнің разылығыңда, жақсы жолдарда, жақсы амалдарда жұмсауымызды, я Раббым, соны нәсіп етші бізге. Бізден кейінгі ұрпаққа да соны нәсіп етші. Ya Allah Tağalam, сондай-ақ мына дүниені біздің біліміміз жеткен бір түпкі мақсатына айналдыра көрме. Ya Allah Tağalam, сондай-ақ ауыртпалықтарды дінімізге қатысты қыла көрме. Ya Allah Tağalam, сондай-ақ бізге рақымды болатындарды сұлтан қыл. Ya Allah Tağalam, сондай-ақ осы қасиетті Рамазан айына бізді иманмен, ықыласпен, ихсанмен кіргізе көр. Ya Allah Tağalam, осы айдың ішінде салиқалы құлдарыңа қандай жақсы сауапты істерді, сауаптарды әзірлеген болсаң, сол нәрселерден бізді махрұм қалдыра көрме. Ya Allah Tağalam, осы айда бізге тақуалықты үйрете көр, өзіңді жақсы көруді үйрете көр, өзің жақсы көретін амалдарға жақындата көр. Ya Allah Tağalam, осы айда бізге ешкімге ренжімеуді үйрете көр. Раббым, сондай-ақ ешкімді ренжітпеуді үйрете көр. Ya Allah Tağalam, осы пайғамбарымыздың үмбетін бүкіл жердің бетіндегі әлемде жүректерін біріктіре көр. Ya Allah Tağalam, өзіңнің разылығыңа жететіндей дәрежеде күллімізге бауырмашылық бірлік бере көр. Ya Allah Tağalam, осы Рамазан айында салиқалы құлдарыңа әзірлеген кешірімің, рахымың баршамызды соған лайықтап, соны нәсіп ете көр. Ya Allah Tağalam, сондай-ақ жан дүниелерімізге осы айда тақуалығын сыйлай көр. Тілдерімізді, я Раббымыз, жаман нәрселерден, жаман сөздерден тазарта көр. Ya Allah Tağalam, біз үшін өзіңді осы айда лайықты деңгейде қымбат қылып, сол өзіңнің қадіріңе жете білетіндей, біліммен жете білетіндей амалдарды нәсіп ете көр. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.